Сәлем достар, менің есімім Назикен, мен сертификатталған копирайтер маманмын. Жалпы мен бұл каналды қазақша копирайтинг деп атадым, я? Неліктен мен бұны қазақша копирайтинг деп атадым? Себебі бізде қазір қарап отырсаңыздар, я, ютубты ашып қарасаңыздар, барлығы да дерлік орысша контент. Бізде қазақша копирайтинг бойынша контенттеріміз өте аз. Сондықтан қазақша контентті көтеру нөлден бастап, жалпы копирайтинг деген не нәрсе, ол кімдерге керек, одан қалай табыс табуға болады деген сияқты барлық алдағы уақытта өте қызықты сіздерге пайда келетін ақпараттармен бөлісетін боламын. Сол себептен менімен бірге дамимын, осы саланы игергім келеді, жалпы кім қалай табыс табатыны маған қызық дейтін оқырмандарым болса, каналым әрқашанда сіздер үшін ашық. Каналға жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі менен келген ақпараттарды қоңыраушаны басып қоятын болсаңыз, сізге менен келген ақпараттар бірінші болып түседі, яғни сіз оны бірінші болып көре аласыз. Ал енді жалпы біз копирайтингті игермес бұрын, басқа да мамандықты игермес бұрын біз бірінші мәселені орынға қойып керекпіз. Жалпы ол қандай сұрақ, сұрақ деп айтайын. Жалпы менің жасаған бағытым дұрыс па? Мен осы копирайтинг бойынша да, болмаса басқа сала бойынша игергіңіз келеді. Сіз мысалы тұрақты бір үкімет жұмысында жұмыс жасаңыз мүмкін, бірақ алдағы уақытта сіз қосымша бір табысты қалап жүрсіз. Жасағыңыз келеді, қосымша менің мамандығыма, өзімнің қазір үкіметтік жұмысыма қосымша табыс болса екен деген. Бірақ сізде бір маңызды айтатын нәрсе, ол бағыт болу керек. Сіз өз бағытыңызды, жасайтын жұмысыңызды нақты таңдамасаңыз, былай айтқан кезде оның өміршеңдігі өте аз болып келеді. Оны сіз мысалы қарапайым тілде айтайын, сіздер инстаграм парақшада көп отырасыздар, сол инстаграм парақшада сіздерде реклама жүріп отырады. Мысалы подробный бас, менің курсымды сатып ал, олардың жаңағыда жасаған баннерлері өте керемет болғандықтан сіз оны қалай сатып алғаныңызды білмей қалуыңыз мүмкін. Сол мысалы сіз таргетинг курсын үйренгіңіз келеді, жалпы таргетинг бойынша, таргет бойынша жаңағыда қосымша табыс табу өте жақсы, маржасы өте жақсы мамандық болғандықтан сіз үйренгіңіз келеді. Сіздің қосымша табыс ретінде оны сатып алдыңыз, бірақ сізде бағыт болу керек. Мен осы бағытты дұрыс таңдадым ба? Маған бұл бағыт пайда әкеледі ма, таңдаған нәрсем? Мен бұл бағытты алға қарай алып кетуім үшін көп уақыт бөле аламын ба, сосын сіздерде мақсат болу керек. Мен осы сатып алған жаңа мамандығымды жақсылап игеріп, мен оны табысқа шығаруым керек, соңына дейін жеткізуім керек деген сияқты сіздерде мақсат болу керек. Көп адам курсты сатып алған кезде іште осознанно ойламайды, ол просто қызығып алады ол курсты, бірақ оның ішкі түйсігінде оның нақты мақсаты болмайды, нақты бағдары болмайды ол кісілерде. Сол себептен оның сатып алған курстары өте нәтижесі болып қалады. Ол нәтижені шығару үшін біз не істеуіміз керек? Ол бағытты бірінші дұрыс таңдауымыз керек өзімізге. Оны ары қарай мақсатын дұрыстап баяндап қою керек. Сол кезде қана сіздерде жалпы осы копирайтинг бойынша да басқа курс сатып алған кезде де сіздер уже осознанно түсініп тұрасыздар. Мен бұл курсты сатып алдым, енді мен осы курс бойынша бағытым мен дұрыс деп ойлаймын. Осыны ары қарай мен дамытып алып кетуім керек. Мақсатым мен осы курсты бір айда үйренемін ба? Жалпы бағытым дұрыс таңдадым, енді мен мақсат қойым керек. Жалпы мен осы курста қай уақытта мен табысты аламын? 1 айда ма, 2 айда ма, 3 айда ма? Мысалы, мен 3 айда табыс табатын болса, мен қанша клиентпен жұмыс жасауым керек деген сияқты. Жалпы осындай бағыт-бағдар сіздерде болса, мақсат болса, сіздер уже әр сатып алған курсыңыздан нәтиже шығарып, нәтижемен аяқтайтын боласыздар. Сол себепте менімен бірге алдағы уақытта көптеген маңызды ақпараттарды білу үшін каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Жалпы бүгінгі сіздерге айтатын ақпарат осы копирайтингке келмес бұрын, басқа да салаға келмес бұрын бағытты дұрыстап таңдау. Сіздерге бұл ақпарат өте пайдалы болды деп ойлаймын. Астында комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді, ойларыңызды жаза кетіңіздер. Жалпы сіздер бұрын қандай жұмыс жасап жатсыздар, қазір қандай нәрсемен айналысқыңыз келеді, қандай табыс тапқыңыз келеді деген сияқты, өз мақсаттарыңызды, өз бағыттарыңызды жақсылап таба алсаңыздар, сіздер ешқашанда жаңылмай жұмыс істейтін боласыздар. Тыңдағандарыңыз үшін өте рахмет айтамын.